балапандарды сатып алу жоспары құс қорасының алаңына қарай құрылады. Егер тауық туралы айтатын болсақ, онда 10 шаршы метр жерде 20-дан артық құс болмауы тиіс. Бұл ретте әрбір 7 мекенге бір қораз болады. Құстардың тығыз орналасуына жол бермеу керек. Кеңістіктің жеткілікті болмауы шоқуға алып келеді. Балапандар мен тауықтар бірін-бірі шоқып тастайды. Шамамен 2 апталық жас балапандар ең арзан. Бірақ сіз жұмыртқа үшін құс өсірсеңіз, онда 5 айлық құстарды сатып алған дұрыс, бірақ ол қымбат болады. Олар егілген және сау болғанын қадағалаңыз. Мысал үшін, тауықтарды алып қарайтын болсақ, онда 3 тұқым тобы бар. Бірінші топ жұмыртқа. Бұл High-Sex White, High-Sex Brown, Родонит, Иза Браун, Ақламан және басқалары. Екінші топ ет тұқымдары. Мысалы, Росс 308, Коб 500, Кросс Хаббард, Смена 8 және басқалары. Үшінші топ аралас тұқымдар. Олар жақсы жұмыртқалайды және етті келеді. Бұл Ла Флеш, күмісті Адлер, қара мәскеулік және басқалары. У нас есть племрепродукторы второго порядка, которые выращивают, держат родителей, получают инкубационное яйцо, инкубируют, могут продать яйцо. Есть сейчас небольшие инкубаторы, есть например, для малого бизнеса, там на 500 голов, на 1000 голов есть инкубаторы, которые можно дома у себя. Тогда можно купить яйцо инкубационное, проинкубировать, садить, выращивать. Құстардың шамамен бағасын біле отырып, сіз барлық құс басын сатып алуға қанша ақша қажет екенін санай аласыз. Бірақ жабдыққа арналған шығындарды ескеру қажет. Мысалы, еденде өсіретін тауықтар үшін орташа бағасы 15 000 теңгені құрайтын торлар сатып алу керек. Бір жыл ішінде 40-45 килограмм қоспа жем жейді. Оның 1 килограммы шамамен 150-250 теңге тұрады. Одан бөлек дәрумендер мен қоспалар алу керек болады. Фермерлерге кеңес. Жабдықты сатып алуға болады. Ол арзан, шамамен 200-300 мың теңге көлемінде. Бұл жабдықта 1000 басқа дейін құс өсіруге болады. Есть тоже очень много разновидностей оборудования. Его надо выбрать. Да? Например, Китай производит. Она может произвести и дешевое, и дорогое. Есть европейские, клеточное оборудование, напольное оборудование. Это все есть. В России выпускают очень много оборудования. И у нас в Казахстане для мелкого бизнеса в этом Чимкенте есть птицефабрика Чимкент-Кус, где они выпускают клеточные батареи на 1000 голов, на 2000 голов. Егер сіз құс өсіріп, жұмыртқаларын сататын болсаңыз, онда орташа есеппен 100 жақсы тауықтан жылына шамамен 30 000 жұмыртқа алуға болады. 10 жұмыртқаның бағасы орташа есеппен 480 теңгені құрайды. Әдетте фермерлердің көпшілігі құс етін сою үшін ұстайды. Нарықта тауық, күрке тауық және үйрек етінің құны өте жоғары. Сондықтан бұл бизнес өте тиімді. Сонымен қатар, құстың қиын тыңайтқыш ретінде үйрек қауырсындарын жастық пен көрпе жасау үшін сатуға болады. Фермерлерге кеңес. Ірі құс фабрикаларында 3-4 жылдан кейін шығын ақталады. Кішкентайларында жылдам ақталады. Сказать, что она так рентабельна, это зависит от как вы сработаете, да? Завтра, если 1000 голов посадите, из них 50% падеж будет, да, если неправильно кормили, неправильно поили, или воздухообмен плохой, то это можно потерять, это уже нерентабельно. А так, если по-научному выполнять все требования, то где-то 20-30% можно получить, да, при хорошей работе. А так, в нашей птицефабрике, рентабельность от силы 10-15%. Құс шаруашылығымен айналыспастан бұрын, оны ет немесе жұмыртқа өндіресіз бе? Сол бағытты анықтап алу керек. Бұған құсты, тұқымды таңдау, асыраудағы ерекшеліктер байланысты болмақ.
құс шаруашылығы ауыл шаруашылығындағы кез келген басқа бизнес сияқты белгілі бір білімді талап етеді. Интернетте, мысалы, Қазақстан құс өсірушілер одағының сайтында тұқымдардың ерекшеліктері туралы көптеген пайдалы мақалалар, күтіп ұстау және азықтандыру бойынша кеңестер табуға болады. Сіз өз бизнесіңіз туралы неғұрлым көп білсеңіз, соғұрлым қателіктеріңіз аз болады және көп пайда әкеледі. Әрине, кез келген бизнес инвестицияны қажет етеді. Егерде қаражатыңыз жеткіліксіз болса, аграрлық несие корпорациясына хабарласыңыз. Төмен пайыздық мөлшерлеме, жеңілдікті кезең, мемлекет тарапынан қолдау, мұның бәрін аграрлық несие корпорациясының Қазақстан бойынша 17 филиалдан таба аласыз.